Осы орында осындай ауыр нәрселерді жеңу үшін алдында айттық, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Муаз радиаллаху анхуды иемен кезе бергенде бір ауыз сөзбен жіберген, бір ауыз сөзбен. Осындай адамдардың басында қара бұлттай түнеріп тұрған проблемалардың бәрін көтере алатындай бір себепті айтқан еді. Адамдар мыналар айтып жатқан нәрселер, сен жаңағы кім еді, Дейл Карнеги дегеннің кітабын қарасаң да, ананың кітабын қарасаң да, бәрі сол кітаптың ішінде не жазады? Өзінің өмірінен өткен нәрсесін жазады. Болмаса өзінің ұстазының өткен өмірінен, мынаның ойынан, мынадан алған 4 қағида, мынадан алған 14 қағида. Әркімнің өзінің өмірінен алған тәжірибелер. Бәс, бар болған сол. Ол тәжірибе екінші адамға жүрмеуі мүмкін. Әлбетте сол сияқты. Осыған ұқсаған не? Тәжірибелер. Осындай ауыр нәрселерді қарасаң, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам соны үйреткен. Сонда сахабилердің жағдайларына қарайтын болсаңыз, сол уақыттарда сахабилердің кезіндегі анау Ухуд күресінде болды, жаңағы Бәдірде болды, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламды дұшпандары қайтыс болды деген сөздер айтты, өсек таратты. Сол жағдайларда қарайтын болсаң, соның бәрін сахабилер көтере алды, ауыр жағдайда. Алейхиссалату вассалам сынған кездері болды, мұсылмандар аз болған, әлсіз болған, елінен қуылған, Меккеден шығарылып жіберген кездері болды. Соның бәрін көтеріп жүрген, оларда бір нәрсе болды. Оларда мынандай психологтар болған жоқ. Ондай психолог Юсуф алейхиссаламда да болған жоқ. Бауырлар менің құдықтың ішіне тастап қойған кезде. Осыған ұқсаған себептер оларда қарап отырсаң болған жоқ. Тәжірибемен, анаумен, мынаумен, технология, анау, мынау деген сияқты нәрсе. Бірақ қазіргі адамдар көтере алмай жатқан нәрсені көтерді сол уақытта. Бұрынғы біздің аталарымызды қарасаң да, осы сияқты бір тәжірибемен білгіш адамдар, осындай шетелден келген кітаптар болмаса да, осындай проблемалар болып жүрді. Оларда да күресті, олар да жерін қорғады, олар да соғысты, олар да батырлар болды. Бірақ солардың араларында осындай нәрселер болған жоқ, болса аз болды. Имандар болған себеп. Сонда қарасаң, алейхиссалату вассалам сахабилер нені білген? Иманның негіздері Аллах Тағала Құранда: кім Аллаға иман келтірсе, Алла оның жүрегін алады, туралыққа бастайды. Яғни әрбір мәселеде сөзбен, іспен, амалмен сол келген қиыншылықтарды қалай қабылдауды шариғат үйретіп қояды. Екеуімен де Раббысына не қыла беретін? Жүзе беретін нәрсе сияқты. Мысалы, бір адамға келіп, ол үлкен бір жағдайға түсіп қалып, ауырып қалды, аяғы сынып қалды, дүкені басқа болып қалды. Сол кезде оны сол жағдай келмеу керек еді деген сияқты соны ойлай беріп, ішін жей береді адам деген. Сол кезде сен оған түсіндірсең, тоқта бауырым, сен мысалы қазір үйіңе дәл осылай, үйің мына жолдың арғы бетінде, мына жолдың бергі бетінде мост тұрады, үлкен мост. Саған бәрібір содан өту керек, соның үстінен өту керек. Солай ма? Солай өтіп жетесің ғой, иә. Ол кедергі саған қиындау болуы мүмкін, бірақ үйіңе жетесің. Сол сияқты нәрсе, яғни ол не деген сөз? Өтпесең жете алмайсың деген сияқты жолдар болады. Сол сияқты сенің өмірде өтуің керек болған нәрсе сол. Өмір деген нәрсе әрдайым рахат, әрдайым басқа жоқ. Бұның екеуі де сол Алланың саған жазған тағдыры, өмірі яғни. Сонда момындар соны не қылады? Ибн Қайым айтып жатқан нәрсесі, мен айтайын деп жатқаным, сондай ауыр нәрсе, егер оны салмақ беріп, өлшеп, оның ауырлығын, қиыншылығын өлшейтін болса, мүмкін оны таулар көтере алмайтын еді. Мықты сондай бекем үлкен таулар көтере алмайтын еді, ол проблемалар дейді рахимахулла. Сонда Аллах Тағала, көрдің ба, иманы жоқ адамға қандай дүниенің өзінде қарасаң азап беріп қойған. Қандай дәрежеде азап беріп қойған. Яғни ол сондай проблемаларды, сондай қиыншылықтарды не қылады? Төбесіне көтеріп жүреді, өзің төбесіне. Оны сен жаңағы сияқты, оны былай иманмен, басқа нәрсемен сезбесе, адам сезе бермейді. Ол іштей біледі. Сол ішінде ұйықтай алмайды. Сол ішінде алған нәрсесінен ләззат ала алмайды. Сол үшін көресің, адам деген мысалы тыныш отырып тамақ ішші дейді ғой, мысалы кейде. Уайым сырттан біреу мазасын алып тұрса, дұрыс тамақ жемейді, дұрыс ұйықтай алмайды, дұрыс бір нәрсенің рахатын ала алмайды. Яғни не? Ана қобалжу бар. Ана жүректе болған қобалжу, байқұстар жинаған дүниесінің кайфын да көре алмайды, ләззатын көре алмайды. Ана қорқыныш әрдайым. Ибн Қайым айтады ғой, Алладан басқаға жүректі байлап қойған адамда 3 азап болады деген сол да, ол анаған жетумен күніне кешке шейін ананың толық ләззатын ала алмай қалады. Сол үшін ғой жаңағы адамдардың психологиясын зерттейміз деген адамдардың өздері не дейді? Өздері не деп айтады? Осы күнмен өмір сүр дейді.
ертең мен емес, осы күн менен өмір сүр. Осы нәрсемен проблеманы не кыламыз? Жеңеміз осы нәрсемен. Қанша проблемалар болды арамызда. Қасаң бұл тәжірибедегі нәрсе де айтып жатқандар. Сонда бір қиссалар келтіреді солардың жаңағы кітаптарында келтіретін қиссалары. Мен өзімді қорқыныштан жеп қояйын деп қалдым. Сонда сұрақ қойдым, бәленшенің кітабын оқыдым. Сонда не еді? Ең жаман жағдай бізде келеді ал. Ең жаман жағдайды есің ал дейді. Худший не болып кетеді. Қазір проблема жұмыс, айлық анау. Тайып не болды? Жұмыстан шығып кет. Жұмыста ең ары кетсе не болады? Жұмыстан шығарып жібереді. Бопты, шықсам өліп қалмаймын ғой. Успокоился дейді да, яғни. Осы нәрсемен жүрегін тынышталды дейді. Соны күнде тәжірибеде істеп жүрді. Яғни сол нәрсені әрдайым тәжірибеде істеп жүріп, қанша проблеманы жеңдім дейді, осыған ұқсаған нәрсемен. Яғни худший не болу керек еді? Ол проблема қалай болу керек? Яғни ол хақайықты суреттеп ал. Сосын суреттейтін одан қалай шығатын жол. Сол жерде кейбіреу жаңағы кімді келтіреді? Аристо. Солардың кітаптарда сол негізінде Аристоның үйреткен 3 тәсілдері деген сияқты. Сонда жаңағы проблеманы анық суреттеп ал, сосын оның шешетін жолын, сосын соған кіріс. Әзім қыл дейді. Яғни бұл сияқты нәрсенің біздің шариғатта оның көкелері бар негізінде білген адамға. Сол үшін жаңағы сияқты адамға не келеді? Хәм келеді, ғам келеді, хүзн, хазан келеді мысалы. Солай ма? Хәм деген нәрсе келешекті ойлаудан болады, ғам деген қазіргі нәрсені ойлаудан болады. Жаңағы хүзн деген, хазан деген нәрсе өткен нәрсеге қайғырудан болады. Өткен нәрсеге пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам егер де деген сөз айтпа деген, ләу дегенде. Яғни қадараллаху ма шаа фаал деп емдеп қоясың. Солай ма? Келешекте не? Келешек мәселесінде Аллаға тапсыр. Сәләфтар айтпақшы, мән таракат тәдбир аша фир раха. Тәдбирдің бәрін Раббыңа таста. Әр нәрсені басқарып, ертеңгі күн сен бүгінгі күнмен өмір сүр. Келешекте Раббыңа тапсырасың. Бүгінгі күніңді қалай шешесің? Тәуекел алаллах. Аллаға тәуекел етесің, тәуекелмен. Шариғат оның бәрін жұмыс істеп қойған. Ананың аллар өмір тәжірибелерімен өмірлері бітіп, соны кітаптарда жазып жүр. Бір ауыз сөздер, бір ауыз сөзбен, екі ауыз сөзбен, 3-4 қағидамен кітаптар жазады. Бірақ шариғатта ол нәрселер бар. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам сирасын оқысаң, көресің. Яғни ол проблеманың қандай ауырлығын айтып жатырмыз. Оның ауырлығын жаңа адамдар біледі. Өйткені олар мысалы бір адамды көрсең қазір өзіне проблема сатып алады да, қалай сатып алады? Банкке барып кредитке алып алады. Ол кредитті 30 жыл төлеу, 20 жыл бойы дұрыс ұйықтамайды. Өзіне проблема сатып алады да сондай адамдар. Сосын ана үйдің де ләззатын көрмейді ғой байқұс. Үйдің де ләззатын көрмейді. Кеш соны уайымдап, жүрегі тыныш емес, жүрегі тыныш.